Екі ағайынды ағалы інілі бір күнде үйленген ғой. Екеуі бір ауылдан бір рудың қызын алған екен да. Бірақ талай жылдар өтіп, інісі өз үйінде бір патшадай жүреткен де. Әйелі бала шағасы оны қатты сыйлайды екен, айтқан сөзі заң екен. Ағасы соны біраз жыл енді байқап жүріп сұраған ғой інісінен. Екеуміз бір күнде үйлендік. Бір ауылдың қызын алдық, бір рудың қызын алдық. Бірақ сені ерекше сыйлайды, сенің бір қадірің күшті ғой үйіңде. Сонда мен не қыздан жаңылдым ба дегенде, інісі айтыпты да, аға, негізі әңгіме сол тойдан кейін мысықтан басталды ғой деп. Есіңізде ме, алғашқы түні менің бөлмеме мен мысықпен кірген едім. Сөйтіп ал келіншегімнің қолынан шай ішейік деп әңгіме айтып отырған кезде ана мысық мияулай бастады. Қоймай қойды дейді, мияулап әңгімеге жалғасып. Сол кезде мен белімдегі қанжарымды суырып алып, жаңа столға қадақ қойып, осы мен сөйлеп жатқан кезде сөзімді бөлгенде жек көремін деп, жаңа столды қанжарға қадақ қойдым дейді. Ары қарай әңгімесін жалғастыра береді. Мысық мияулап қайта қоймай қояды, сосын ашуланады, жаңа мысықты қанжармен басын бір шауып тастап, лақтырып жіберіп, қанжарды қайттан столға қадақ қойып, ал әңгімеңді айта бер дейді ғой. Міне сол кезден бастап менің сөзім үйде заң деген екен да. Осыны естіген ағасы, гәптің бәрі осы мысықтан басталған екен ғой деп, беліне қанжарын байлап, мысықты үйге алып, көшеде мысық алып, жаңа бәйбішесімен әңгіме айтуға үйге кіреді ғой. Мысықты үйге алып кіріп, бәйбішесімен әңгімені айтып бастаған кезде мысық тағы да мияулай бастайды ғой. Қанжарын суырып алып, столдың үстіне қадақ қойып, менің сөзімді сөйлеп жатқанда сөзімді бөлгенде жек көремін деп қанжарды столға қадақ қойған. Сөйтіп әңгімені айта береді, бәйбішесі былқ етпейді, маған не болған, ауырып қалған ба дегендей түр бермейді да, отыра береді. Сәлден соң мысық тағы да мияулай берсе, қап, мына мысық менің қаным ішті, басын бір шауып жіберу керек деп қанжарын қайтадан бір ұрып қояды дейді. Бәйбішесі қанжарын ашуланып кетіп суырып алып, мысықтың басын бір шауып тастап лақтырып жіберіп, басын шабам деп сөйлей берме, бірақ шаппайсың ба деп қанжарды орнына қадақ қойған екен да. Бұл әңгімеден түсінетін нәрсе, қазақта қатынды басынан, баланы жасынан дегенде бас кезінде, мәмілені, қарым-қатынасты, абыройыңды дұрыс болса, мысықтың басын жаңағы сен шауып алсаң, онда кейін де солай кетеді екен да. Ал енді 5, 10 жыл, 20 жылдан кейін басқарамын, мен айтқаным болады, мен тілмен жаңағыдай сайрауын бос әңгіме да ол деген. 4 бала туып, сені отырғызып тұрғызатын әйелге түстен кейін барып, сенің сөзің ешқашан өтпейді. Бірақ ештен кеш жақсы дегенде, жігіттер абыройыңды орнына келтіруге, достойный еркек болуға, папа емес, әке болуға, ақыл айтатын, бата сұрайтындай нар тұлға болуға, талпынуға әр кезде болады. Сондықтан жігіттер басынан бастап достойный ер азамат болып, сол мықтылықты, сол абыройды, даналықты жылдан жылға тек өсіріп отыратын болсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Пәлен жылдан кейін пәлен қызбен уақыт жүріп алып, содан кейін барып мен оны басқарамын, мен оның сөзім өтеді, мен оны орнына қоямын, бүйтем деген нәрсе көбінде жігіттер өтпей қалады. Уақыт өткеннен кейін, сондықтан басынан бастап, қызды алғаннан бастап, танысқаннан бастап, өзіңді қалай көрсетесің, өзіңді қалай сатасың, солай кетеді екен. Жаңа мысықтың әңгімесі сияқты, 40 жылдан кейін келіп мысықтың бәрін басын шауып, оны орнына қойып қоямын, қатынды бүйтіп ұстаймын деген нәрсе болмайды екен. Оны ұрып соғумен ешкім әйелін, қатын, қызын жеңген емес, жеңе алмайды да. Сондықтан ол қисыққа бар ғой, оны түзейін десең сынады. Қисық болса, соны солай басқару керек дейді. Бірақ басқару үшін сен өзіңді басқарып үйрену керексің. Ал оны басқару үшін, Құдай қаласа, біздің сабақтардан бастау керек. Өйткені бұл тақырыпты саған әкең айтқан жоқ, соответственно, үйінде әкеңді де мүмкін анаң басқарып жүрген шығар. Сен соны көріп өссең, сен де ертең тура сол нәрсені қайталайтын боласың. Сондықтан жігіттер, біздің сабақтарды жібермей, осындай видеоларға лайк басып, комментарий қалдырып, астында активность көрсететін болсаңдар, менің де сендерге осындай пайдалы видео шығаруға желанием ашылады, мотивациям ашылады. Сондықтан мені қолдап жүріңдер. Келесі видеоға дейін қош сау бол дейміз.